Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ақшалы банка техникасы және де молшылық техникасы деп аталатын техниканы жасаймыз. Сіздерден осы видеоға лайк, ал менен пайдалы видео болсын. Міндетті түрде әр техниканы жақсы көңіл күйде жасау керек. Техника қалай жасалады? Ал бастайық. Үйдегі кез келген банканы жақсылап тазалап жуып аламыз. Ең түбіне тиын ақшаны салып, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгеліктерді салып, үстінен кез келген дәнді дақылды салып толтырып қоямыз. Мысалға, күріш, бидай, қарақұм, тағы басқа сол сияқты үйдегі бар дәнді дақылдарды салып толтырыңыздар. Толтырып жатқанда дауыстап іштей айтасыз: менің ақшам осы дәндей көбейсін, ақшам берекелі, ырысты болсын деп салып толтырасыздар. Дәнді қалаған уақытыңызда пайдалана бересіз. Пайдаланған сайын жоғарыдағы сөздерді қайталап айта беріңіз. Бұл техниканы тек өзіңіздің емес, отбасыңыздағы әрбір адамның табысын арттыруға арналған техника. Міндетті түрде ақша немесе сыйлықтар көбейгенін байқайсыз. Ақшаның берекесі кіреді, немесе отбасы мүшелеріне жақсы ұсыныс түседі. Банкадағы дақыл азайған сайын қайта толтырып отыруға болады. Осы видеоның астына "менің ақшам берекелі" деп жаза кетіңіз.